Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай бес бұрышты оюдың бекаласын сызып үйренеміз. Ол үшін бізге А4 форматтан 4 штук скотч, карандаш, өшіргіш, қайшы қажет болады. Осы дайындалған 4 А4-імізден 40-40 см болатын квадрат қиып алу керек. Мінекей менің квадратым дайын. Енді осы квадратымызды скотч астқа қарап тұратындай етіп екіге бүктейміз. Біздің оюымыз бес бұрышты болғандықтан, оның сызу бүктеу үлгісі де басқаша болады. Міне біз осы квадратымызды тура 5 бөлікке бөлу керек боламыз. Бұрыштан 45 градустай болатындай 12 см қашықтықты белгілеп аламыз. Белгілеп алғаннан кейін, мына біздің міне дәл ортасы, осы ортасынан бастаймыз, ортасынан бүктейміз. Осы меткаға дейін бір бүктем жасаймыз. Мына жағымыз бір бүктелді. Енді осыны мынаған келтіріп, бір-біріне сәйкестендіріп, тағы бір бүктейміз. Және соңғысы міне. Байқағандарыңыздай, міне квадратымызды ашатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5. 5 бұрыш шығады. Осы бұрышқа қазір оюымыздың бекаласын сызатын боламыз, иншалла. Мінекей мен бүктеп дайындап алдым. Ендігі біздегі жұмыс, біз осы бастапқы точкамыздан жоғарыға қарай 2 см, 2 см-ден жоғары қарай 4 см, жоғары қарай көтеріліп, белгі қоямыз. Осы жерден жарты жапырақтың формасын келтіреміз. Мінекей. Келесі қадам, міне 4 см жерден белгілендік. Енді жоғары қарай 3 см көтерілеміз және белгі қоямыз. Осы жерден жапырағымызды жабатындай қылдырып, равномерно жүргіземіз. Келесі точкамыз бізде 6 см жерде болады. Бұл 6 см жерден бізден гүліміздің жапырағы шығу керек. Мінекей мына қашықтықтың өлшемі 6 см. Осы жерден біз гүлімізді салып бастаймыз. Бұлай қарай 1 см-дей қашықтық. Шетке жүреміз. Енді көшқарма yüzімізді келтіріп алуға тырысамыз. Мына гүліміздің басынан бастап, осы оюымызды жабатын боламыз. Кеттік. Ол үшін шамамен міне 1 см, 1,5, бірақ мен сіздерге 2 см жоғары көтеріңіздер деп айтсам болады. 2 см-дей әдемі етіп доғал формасын келтіріп аламыз, иншалла. Линиямызды сызамыз. Енді осы линиямызды жабамыз, бірақ бізде бұл жерде тағы да сызықтарымыз бар. Естеріңізде болса, бұл жердің бізде өлшемі приблизительно 17 см. 17 см-ден жоғары қарай біз 3 см деп алайық. 3 см, ар жағында тағы да 1 см аламыз. Мына бағанағы бастапқыда жапқан линиямызды қалыңдығы бірдей етіп сызып жауып аламыз бірінші. Мінекей. Енді жаңағы белгілегеніміздей осы 3 см жерден сызып жүргіземіз. Біздің примерный контурымыз дайын. Осы контурды қазір өшіріп отырып, әдемі формаға келтіріп аламыз, иншалла. Так, мен оюымның примерный контурларын жақсылап өзіме ұнайтындай қылдырып келтіріп алдым, чтобы барлығы плавный болғанын қалап. Мен сіздерге қазір өлшемдерді айтып кетейін. Мына точкадан бастап, мынаған дейін 2 см, осыдан былай қарай 4, былай 3, 2, 6 см. Мына жерге келетін болсақ, ең бірінші сізге міне 6 см-ден жоғары қарай 2 см сызу керек болады. 2-ден төмен қарай сіз 1,5 түсесіз. Міне 1,5 түстіңізде, мына линияны түсіресіз. Осыдан кейін осы 1,5-нан былай қарай 2,5 см өлшейсіз де, мына жерге точканы қойып, былай қарай өлшейсіз. Одан кейін бері қарай 1,5 см-дей болатындай етіп, неңізді гүліңізді аяқтайсыз. Және де осы қошқар мүйізді приблизительно келтіресіз. Мына жерде сіздің айтып кететін нәрсе, мына екі өлшемнің барлығы бірдей объемда болу керек. Міне байқасаңыз, мына жерде бізде тағы да бір жапырақ бар. Осы жапырақты келтіресіз. Болғаннан кейін мынадан жоғары қарай 2 см көтерілдік. Одан 1 см, міне 2 точка қойдық. Осыдан мына жапырақты аяқтаған жерге дейін линия жүреді. Және де тура сондай бірдей равномерный тағы бір линия түседі.
мына точкадан біздің бүктелген жерімізден мынаған дейінгі ара қашықтық 12-де 5 сантиметр, осыдан жоғары қарай мынаған дейін 6 сантиметр, жоғары қарай 1 сантиметр көтерілесіз. Мынаның өлшемі, мысалға сізде мына бір сызық линия жоқ болған кезде, мына жерден былай қарай 3 сантиметр қай жерге түйісетін болса, міне өлшеп шығасыз. Мынадан былай қарай жетпейді, мынадан былай қарай жетпейді. Міне 3 сантиметрге жеткен жерге точка қоясыз да, бірінші линияңызды міне түсірдіңіз. 6 сантиметр жерден 1 сантиметр жоғары көтердіңіз, тура солай 1 сантиметрмен линия түсіретін боласыз. Егер қаласаңыздар, мен осы суреттің неге суретке түсіріп қоямын, осыған қарап отырып салсаңыздар болады иншалла. Міне қиылған оюымыз. Енді осыны ашып көреміз. Қолдарыңызбен осылай жазып отырсаңыздар, ары қарай ашылуы жеңіл болады. Мінекей біздің оюымыз дайын болды. Беш бұрышты оюымыз, бұның өлшемі 40-та 40 деп алдық, бірақ дайын өлшемі 38-де 38 сантиметр. Сіздер бұны көпшіктің, көрпелердің беттеріне, жастықтың беттеріне пайдалансаңыздар болады, және қазір танымал шай көрпешелердің де бетіне қойсаңыздар болады. Егер пайдаларыңызға жарап кетсе, обязательно сақтап алыңыздар және үлгілеріңізді аямаңыздар.